Шастар латын тілінде перитонеум деп аталады. Құрсақ қуысындағы ағзалардың сыртын көмкеріп орналасқан сірлі қабықша. Шастардың париеталды және висцералды жапырақшалары ажыратылады. Шастардың осы екі жапырақшаларының арасында орналасқан қуыс шастар қуысы, яғни кавитас перитонеи деп аталады. Шастар қуысында мөлшері 2-3 мл болатын сірлі сұйықтық орналасқан. Ол сұйықтық бізде осы құрсақ қуысында орналасқан мүшелердің өзара қимылы нәтижесінде олардың бір-біріне үйкелісін азайтудан сақтайтын болып табылады. Жалпы шастардың бізде жаңағы айтып өткендей париеталды және висцералды жапырақшалары бар. Осыған орай ол бізде құрсақ қуысындағы ағзаларды әртүрлі орайтын болып келеді. Мысалға, құрсақ қуысындағы ағзаларды висцералды жапырақшасы бізде бір жағынан ораса, ол бізде экстраперитониалды, үш жағына ораса мезоперитониалды және барлық жағына орайтын болса интраперитониалды жауып орналасатын болып табылады. Бір жағынан, яғни экстраперитониалды жабылатын мүшелердің қатарына ұйқы безі, 12 ел ішектің өрлеме бөлігі және тік ішектің дистальды бөлігі жататын болып табылады. Үш жағынан мезоперитониалды жабылатын мүшелер бауыр, өт қапшығы, тоқ ішектің жоғарылаған және төмендеген бөлігі, жатыр, тік ішектің ортаңғы бөлігі болып табылады. Ал барлық жағынан, яғни интраперитониалды жабатын мүшелерге асқазан, көк бауыр, аш ішек және мықын ішек, соқыр ішек пен оның құрт тәрізді өсіндісі және тоқ ішектің көлденең, сигма атты бөлігі және жатыр түтікшесін жатқыза аламыз. Шастардың париеталды жапырақшасы іштің алдыңғы қабырғасының ішкі бетінде осы кіндікке қарай бағытталып отырып, бізде 5 қатпар мен осы 5 қатпардың арасында орналасқан 3 шұңқыршаны түзетін болып табылады. Жалпы бұл қатпар мен шұңқыршалар қалай түзілді дейтін болсақ, мысалға міне, осы іштің алдыңғы бөлігінде орналасқан қан тамырлардың, байламдардың, сонымен қатар мүшелердің бетін бізде осы шастардың париеталды жапырақшасы келіп жабады да, соның нәтижесінде бізде қатпарлар мен олардың арасында шұңқыршалар пайда болатын болып табылады. Осы суретті жақыннан қарайтын болсақ, бізде міне жаңағы айтып өткен үш қатпарымыз плика умбиликалис латералис, плика умбиликалис медиалис және плика умбиликалис медиана. Бұлардың арасында фосса суправизикалис, фосса ингвиналис медиалис және фосса ингвиналис латералис түзілген болып табылады. Бірінші қатпарымыз ол бізде кіндіктің латералды қатпары, яғни плика умбиликалис латералис болып табылады. Бұл қатпардың негізі болып бізде артерия эпигастрика инфериор болып табылады. Міне астында көріп жатқандай, бұл бізде артерия эпигастрика инфериордың бетін осы шастар келіп жапқаннан кейін бізде осы плика умбиликалис латералис түзілген болып табылады. Келесі бұл кіндіктің медиальды қатпары, плика умбиликалис медиалис. Плика умбиликалис медиалис бұның бізде негізі болып табылатын, ол артерия умбиликалис болып табылады. Артерия умбиликалис бұл нәресте дүниеге келгенге дейін оған артерия ретінде қызмет атқаратын болса, нәресте өмірге келгеннен кейін бұл артерияның ішкі қуысы бітеледі, ол бізде байламға айналады. Яғни бұл байлам бізде кейін лигаментум умбиликалис деп аталады, ал оның бетін бізде шастар жапқан кезде плика умбиликалис медиалис түзілетін болып табылады. Келесі бізде кіндіктің орталық қатпары, плика умбиликалис медиана. Бұл қатпардың негізі болып бізде урахус байламы болып табылады. Бұл байламда нәресте дүниеге келгенге дейін, яғни құрсақтық даму кезеңінде несепті өткізгіш түтік ретінде қызмет атқаратын болса, кейін нәресте дүниеге келгеннен кейін бұл да бізде байламға айналады. Бұл бізде жаңағы айтқан урахус байламы болып табылады. Бұлардың барлығы бізде кіндікке бағытталып тұр. Осы нәтижесінде бізде осылай үш қатпар түзіледі. Осы қатпарлардың үстіне шастар жапқаннан кейін бізде мына жұп үш шұңқыр түзілетін болып табылады. Біріншісі қуық үстілік жұп шұңқыр, фосса суправизикалис болып табылады. Бұл шұңқыр плика умбиликалис медиана мен плика умбиликалис медиалистің арасына түзіліп тұр, яғни қуық үстілік жұп шұңқыр. Келесі шаптың жұп медиалды шұңқыры, фосса ингвиналис медиалис. Бұл бізде плика умбиликалис медиалис пен плика умбиликалис латералистің арасында түзіліп тұр. Келесі бізде шаптың латералды жұп шұңқыры,
fossa inguinalis lateralis. Бұл бізде мына жерде жатқан шаптық байлам мен осы плика умбиликалис латералистің арасында түзіліп тұрған шұқыр болып табылады. Ішастар іштің төменгі бөлігінде 3 қатпар мен 5 шұңқыр түзілгеннен кейін кіндіктің алдыңғы деңгейінде жоғары көтеріле отырып көкеттің төменгі бөлігіне дейін барады. Және құрсақ қуысының артқы бөлігінде де оның екінші жапырақшасы көкеттің төменгі жағына келеді, яғни алдынан және артынан келеді де, осы екі жапырақшасы бауырдың үстіңгі бөлігінде бауырдың тәждік байламы түзетін болып табылады. Бауырдың тәждік байламы түзгеннен кейін бұл бізде осы фронталды жазықтықта бауырдың ортасында орналасқан орақ тәрізді байламды лигаментум фальцифорум гепатисті және бауырдың екі қапталында орналасқан үшбұрыштық байламдар лигаментум триангуляр декстра мен синистраны құрай отырып, бауырды екі жағынан бізден былай мезоперитониалды жабатта осы бауырдың қақпасына келеді. Бауырдың қақпасына келгеннен кейін екі жапырақшасы бірігеді де, осы жерде бізде асқазанға қарай шастар кетеді. Бұл жерде бізде бауырдан асқазанға және бауырдан 12 шекке екі байлам өтетін болып табылады. Оның біріншісі гепатогастрика, яғни бауыр асқазан байламы, екіншісі бауырдан 12 елшекке берілетін гепатодуоденали, яғни бауыр 12 елшек байламы болып табылады. Осының нәтижесінде бізде мына бауырдан 12 елшекке гепатогастрика және бауырдан 12 елшекке гепатодуоденали деген екі байлам бергеннен кейін бұл жерде бізде кіші шарбы қалыптасады. Яғни кіші шарбы ол бізде аментум минус деп аталады. Яғни осы шастар бауырды сыртынан жаба отырып, әрі қарай асқазанға өткенде айтқандай екі байлам түседі, соның нәтижесінде бізде кіші шарбы, яғни аментум минус түзілетін болып табылады. Аментум минус бізде осы жерде түзілгеннен кейін бізде әрі қарай шастар асқазанды интраперитониалды жабады да, яғни екі жағынан жауап отырып, осы шастардың екі жапырақшасы кіндіктің деңгейіне дейін төменге түседі де, кейін қайтадан жоғары көтеріледі. Осы жерде бізде екі дупликатура, яғни шастардың 4 жапырақшасының бірігуінің нәтижесінде бізде адамның құрсақ қуысында осы аментум майус, яғни үлкен шарба түзілетін болып табылады. Үлкен шарба міне бізде жаңа айтып өткенде асқазанның үлкен еніне келгеннен кейін бұл бізде төмен қарай түседі, кейін артқы қайтудың нәтижесінде бізде жаңа айтып өткен 4 жапырақшасы, яғни екі дупликатура нәтижесінде бізде үлкен шарба, яғни аментум майус түзілетін болып табылады. Бұл бізде құрсақ қуысындағы шектерді фартук секілді, яғни алжапқыш секілді жауып жататын болып табылады. Кейін осы бөлікке келгеннен кейін, міне жоғары көтерілгеннен кейін, міне үлкен шарбаны түзгеннен кейін шастардың бір жапырақшасы мына жерде жатқан ұйқы безімен бізде ленарис, яғни көк бауырдың бетін жабады, бізде құрсақ қуысының артқы бетіндегі шастардың жалғасынан жалғасып кетеді, ал екінші жапырақшасы бізде құрсақ қуысының артқы қабырғасынан тіреліп, қайтадан келіп алдыға көлденең жиек шекті интраперитониалды жабады. Содан кейін мына жерде жатқан бізде 12 елі шектің төмендегі горизонталды бөлігін экстраперитониалды жабады, әрі қарай бізде осы жерде орналасқан аш шектің әрбір бөлігін жеке-жеке қоршай отырып, оны бізде интраперитониалды жабатын болып табылады. Жіңішке шекті жапқаннан кейін ол бізде төмен қарай жүреді, осы жерде бізде әйелдер мен ерлерде екі түрлі түзілістер түсетін болып табылады. Бұл жерде мысалға ерлерде тек қана тік шекпен қуықтың болуына байланысты осы жерде бізде экскавация ректа визикалис, яғни тік шек қуық ұңғымасын түсетін болып табылады. Ал әйелдерде мына жерде жатырдың болуына байланысты шастар бізде осы тікшек пен жатырдың арасында экскавация ректа утерина, яғни тікшек жатыр ұңғымасы, және жатыр мен қуықтың бетін жапқанда экскавация везика утерина, яғни жатыр қуық ұңғымасын түзетін болады да, осылай бізде шастар ішкі ағзаларды жауып шығатын болып табылады.